Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалыңыз олай? Жақсы. Демалыс қалай өтті? Тамаша. Рахмет. Кеше 1 наурыз. Елімізде алғыс айту күні болды. Кімге алғыс айтқыңыз келіп тұр? Алғыс айту күнімен шын жүректен барлықтарыңызды құттықтаймын. Ең алдымен алғыс ата-анама, әке-шешеме алғыс, аға бауырларыма алғыс. Одан кейін серьезный балдар ұнайды ғой деп образда жүргілері келеді, бірақ та ол образ қашанға дейін деген сияқты ғой. Уақытша дейсің. Иә, уақытша, кейін өздерінің маскасы шешіледі. Лучше өздері қалай бар, солай көрсете салған дұрыс та, қыздарға ұнау үшін емес, қыздарға қалай бар, соны ұнау керек, немесе расымен де сондай адам болу керек деп ойлаймын да. Сондықтан да екі рөлді алып жүрген дұрыс емес. Болады қандай рөл? Енді жаңағындай өзім бір салихалы, масалхалы көрсеткісі келіп тұр, бірақ алайда оның табиғаты ондай адам емес екенін мен байқадым. Түсінікті. Айжан, сен адамды ұмыту үшін қанша уақыт керек? Негізінде адамды өте қатты жақсы көріп қаламын. Мен үшін өте қиын ұмыту деген нәрсе. Бірақ та қалай айтсам болады, өзіммен өзім сөйлесіп, менде мынандай болды да, мен бір адамға қатты ғашық болып қалдым да, одан кейін өте қатты қиналған болатынмын сол кезде. демеу болып жүрген келіншегіме қолдаушыларымызға, барша қазақ елі, қырғыз елі, барша қарақалпақ бауырлар, басқа да ұлттың адамдарына көп рахмет. Түсінікті, сізге де рахмет. Аман болыңыз, бары болыңыз, бай болыңыз. Шолпан, Болатқа үміткерге жатыр. Жалпы енді жаңа Тимур пікірлер айтып қалып келесіз, енді орынды ма? Болаттың алғашқы күні келгенде қыздармен билегені осы жерде. Енді жалпы ол кезде негізі Болатты мен байқағаным бойынша әлі былай ұштақайлығы басылмаған ер азамат сияқты көрініп тұр маған. Бірақ та біздің балдардан мен байқап қалғанда осы жобаға басында келген кезде қыздарға мынадай бұл құртып алып келгені маған қатты ұнады. Сіз қалай ойлайсыз? Мен де ойлаймын, жалпы әйел адамның ер азаматқа әсер ету өте жоғары ғой. Сондықтан да Жанна ханым шынымен де ер азаматты керемет, осында барлығымыздың көзіміз тоятындай өте алып келіп тұр. Ал енді мен ойлап отырмын, мына жерде енді всегда Шолпан Аха. Иә. Ешкімге айта алмаймын, ішімдегі сырымды ешкімге айта алмаймын. Сол кезде телефонды қосып қойып, видео қосып қойып, телефонға айтып, сосын бір кезде бүкіл ішімдегіні айтып болғаннан кейін телефонды алып қарасам 2 сағат сөйлескен ғой, өз-өзіммен 2 сағат сөйлесіп, содан кейін барып уже, да, осы жерде, мына жерде мынандай точка қою керек, мына жерде болды, уже все деген сияқты, сөйтіп өз-өзімді точкасын қойған болатынмын. Сондықтан да мен адамды өте қатты қиын жіберемін, бір жақсы көрсем қатты жақсы көретін адаммын. Досын инстаграмға айтты. Қалай енді Жанна ханым үміткері, жаңа үміткеріне күшті тосын сый жасапты. Жанна ханым негізі үміткеріне өте күшті тосын сый жасаған. Негізі әр әйел емес, әр еркек те бақытты болуға лайықты деген келеді. Жанна ханым өте ерекше стиль таңдаған, яғни бір корейский стиль. Ағамызды бір ерекше бір жасартып па, әлде бір жап-жас бір сері жігіттей бір әдемі